Беттің салдануы қандай ауру, ауру белгілері қандай, одан қалай сақтануға болады. Бет нервісінің салдануын әдетте беттің салдануы деп те атайды. Бет нервісі самай сүйектегі жіңішке, сүйек түтіктің ішінен өтетін ең ұзын нерві. Бет нервісі салдануының ең жиі ұшырайтын себебі бет нервісінің осы сүйек түтіктің ішінен өтетін бөлігінің зақымдалуынан болып табылады. Бет жүйкесінің, яғни бет нервісінің салдану аурулары құлақ, мұрын, тамақ ауруларымен өзара тығыз байланысты болып келеді. Суық тию вирустық инфекция нервті қоректендіруге жауапты қантамырлардың түйілуін, яғни спазмын тудырады. Бұл бет нервісіне қанның жетіспеуі, яғни ишемиясымен ісінуіне алып келеді. Ал бет нервісі өтетін тар сүйек түтігі болғандықтан бет жүйкесі осы тар түтік ішінде қатты қысылып салданады. Шеткілік бет жүйкесінің салдану белгілері. Бет невриті әсіресе суық мезгілдерде жиі кездеседі. Кез келген жаста пайда болуы мүмкін, бірақ жастар арасында жиі байқалады. Адамдардың жынысына қарамастан кездеседі. Басым көпшілігі бір жақ бетте ғана пайда болады, ал екі бетте қатар пайда болатын жағдайлар сирек кездеседі. Көптеген науқастар таңертең оянғанда бір бетінің қисайғанын немесе қозғалмай қалғанын байқайды. Бірінші аурудың алғашқы кезеңінде құлақ және құлақ маңында жеңіл немесе орташа ауырсыну мен шаншу сезімі байқалуы мүмкін. Екінші ауыздың қисаюы, үшінші беттің салданған жағындағы көзді жұма алмау. Төртінші, кейбір науқастарда еріксіз көз жасы ағу немесе тамақ ішкенде көз жасының ағуы байқалса, басқа бір науқастарда көздің құрғауы пайда болады. Бесінші, тілдің дәм сезуі өзгеріп, тәтті не ащы дәмді сезбеуі мүмкін. Алтыншы, кейбір науқастарда құлағы дыбысқа аса сезімтал болып, кенет пайда болған қатты дыбыстарға төзе алмай қалу құбылысы байқалады. Клиникалық тәжірибеде жастардың арасында ұйқы тәртібінің бұзылуы, шамадан тыс шаршау, иммунитеттің төмендеуі, жиі тұмау тию, қыс мезгілінде бастың, беттің суықтан дұрыс қорғалмауы сияқты факторлар шеткілік бет нервісінің салдануын тудыруы мүмкін екенін байқаймыз. Ауырып ем іздегеннен ауырмайтын жол іздеген артық, сондықтан күнделікті денсаулыққа көңіл бөлу, уақытымен ұйықтау, қатты шаршаудан сақтану, уақытымен дұрыс тамақтануға көңіл бөліп, темекі тарту, алкогольді ішімдікке жақын болу сияқты денсаулыққа зиянды әдеттерден аулақ болу, түрлі жаттығулар жасап, бос уақыттарда спортпен де айналысып иммунитетті көтеру. Шеткілік бет нервісінің салдануынан сақтанудың маңызды шаралары болып табылады.